Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті достар, сіздермен салауат зікір арнасы. Біз Астана қаласына жолға шықтық. Жол бойы бос отырмай истихбар, салауат зікір айтып отырайық. Бүгін 5-ші сәуір. Бүгін Жәнібек Әлімханұлына бауырымыз бүгін жекпе-жегін ұйымдастырып жатыр. Енді біз тілекшісіміз, біз дұғадамыз. Ол бір қазақтың баласы, қандасымыз. Бүгін Жәнібек бауырымыздың сағы сынбай, мерейі үстем болып, жетістікке жетіп, бәрімізді қуанышқа кенетсін деп тілейміз. Енді оның қарсыласы оңай адам емес. Сондықтан әрбір жекпе-жек оңайлықпен келмейді. Сондықтан кемедегінің жаны бір дейді. Әр қазақ менің жалғызым деп айтады. Сол секілді Жәнібек бауырымыз үшін дұға қылайық ағайын. Жеңіске жеткені көрейік, жеңіске жеткенімен қуанайық. Сондықтан бүгін қобалжу бар бәрімізде. Сондықтан жақсы жаңалықпен бауырымыз жеңгені көп, мәз майрам болып Аллаға шүкіршілігімізді айтайық. Ал енді мені білесіздер, біз осылай біздің арнаға жаңа қосылып жатқан достар, осы арна мінекей сіздерге үлгі болсын деп жолға шыққанда, қаланың ішінде жүргенде бір жерде бір тосып тұрсақ болады ғой. Мысалы бір жерге барамыз, бір аялдап тосатын, кісіні тосатын, күтетін уақыттарда бос отырмай зікір айтып, салауат, истихбар айтып отырайық деп отырамыз деп ашылған канал. Сондықтан мен каналымның міндетті түсірілімін түсіріп отырмын. Және де осы жерде бүгінгі Жәнібек бауырымыздың жекпе-жегіне қатар келіп тұр. Оған да тілеулеспін. Сондықтан бүгінгі истихбар салауатымызды сол айтып отырып, Жәнібек бауырымызға да жеңіс деп дұғада болайық. Ал ендеше әуелі истихбардан бастайық. Астағфируллах, 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 астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим, астағфируллах әл-азим ва атубу илейк, астағфируллах әл-азим ва атубу илейк, астағфируллах әл-азим ва атубу илейк, астағфируллах әл-азим ва атубу илейк. Астана Бурабай тас жолы жағасына жаққа бара жатырмыз. Ал енді салауат айтамыз. Аллахумма салли ала сайдина Мухаммад, 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 Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али 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 Мухаммадин кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака хамидун маджид. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الغني القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. جزا الله عنا محمدا ما هو أخلق. Сүйікті пайғамбарымызға Аллахтан игілігімен сәлем болсын. Және де мынандай жолға шыққанда біз жаңа үйден балаларым, әйелім, келінім бар, бәріміз отырдық. Мен кішкентайларым айтамын, жолға шыққанда не деп айтамыз деп, олар бірден жаттап алған ла хаула ва ла куввата илля биллах деп. Енді сапарға шыққанда міндетті түрде осы
періште тағайындайды дейді. Сен үйден шыққанда ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айтсаң, сен үйіңе аман есен оралғанша сені қорғап тұратын екі періште тағайындайды дейді. Сондықтан ла хаула ва ла куввата илля биллах деп біраз айтамыз. Ла хаула ва ла куввата илля биллах. 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 Енді және де мынау Жүніс пайғамбардың кит жұтып қойғанда айтатын дұғасы бар. Енді оның бәрін ұзақ әңгіме, Жүніс пайғамбардың қалай киттің ішіне түскені. Енді мен қысқаша айта кетейін ки, Жүніс пайғамбар халқын дінге шақырып қаншама жыл терлеп, ақыры одан нәтиже шықпағасын ашуланып, Алланың әмірі күтпей басы Албан жаққа кете барады екен. Содан жолдан теңізге шығып жатқан кеме ма соған отырып жолға шығады. Бірақ Алланың әмірі олай болған жоқ. Ол Алланың әміріне қарсы деген секілді бағынбай, халыққа ренжіп сапарға шыққанда кеме толқын, қатты толқын, кеме ауып батады сияқты бірдеңе болады. Сол кезде ішінде бір адам артық, бір адамды суға лақтырмасақ, бәріміз суға батамыз. Біреуімізді суға тастауымыз керек деп, жаңағы желіге тастайды. Үш ретінде де Жүніс пайғамбарға түседі. Содан кемедегі адамдар жауып, Жүніс пайғамбарды суға лақтырады. Суға түскен бетте Аллахтың әмірімен кит келеді. Ол киттің мақсаты тек Жүніс пайғамбарды жұту. Аллахтан бұйрық алды, кит келерді. Киттің көздегені Жүніс пайғамбар. Бірден келеді, жұтады. Енді киттің асқазанына түскеннен кейін Жүніс пайғамбар не істейді? Мына жерден шығатын амал керек. Әйтпесе қиямет күніне дейін киттің ішінде болар еді. Сондықтан ол өзінің қатесін түсініп, сондай бейшара халде өзінің дәрменсіз құл екенін мойындап, жалбарынған түрде ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деген дұғаны айтады. Я Рабб, мен қателік жасадым. Сенің құдіретің шексіз, сен мені құтқармасаң, мен зиянға ұшыраушылардан боламын деп дұға қылады. Бұл кит және жүрмейді. Кит судың ішінде жүрмейді, қозғалыс жоқ, судың ең түбіне жатып алады. Осы кезде осы дұғаны айтқанда періштелер естиді. Өйткені Жүніс пайғамбар үнемі зікірде жүретін адам, дұғада. Періштелер Аллахқа жеткізеді. Я Алла, сондай бір бейтаныс жерден әлсіз бір дауыс естіледі, өзіңді зікір еткен, өзіңе кешірім сұраған. Көп дұға қылған кісінің дауысы періштелерге таныс болады екен. Ол адам қандай бір қиындыққа түскен сәтте періштелер естіп, мынау таныс адамның үнемі тілі зікірде жүретін адамның дауысы ғой деп Аллаға дұға қылып көмектесуге, жәрдемдесуге тілекші болады екен. Сол секілді Жүніс пайғамбардың жаңа дауысын періштелер естиді, Аллахқа жеткізеді. Осындай өзінің кінәсін мойындап, бейшара халде осындай дұға қылып, әлсіз екені, кінәлі екенін мойындап, дұға қылып жатыр деп. Содан Аллах тағала оның дұғасын қабыл етіп, тәубасын қабыл етіп, китке әмір береді, оны шығар деп. Кит теңіздің жағасына шығып, құсып тастайды. Содан Жүніс пайғамбар кеткеннен оның халқына үлкен апаттар болады. Сонда олар бұл Жүністің ашуынан болып, Жүністі ренжіткенімізден болып деп түсініп, барлық халық тәуба қылып, дінді қабылдайды. Жүніс пайғамбар көлдің жанында, судың жанында мас
мас адамдай ауырып жатып, есін жинап жұртына оралса, жұртының бәрі иман келтірген. Сондықтан бұл дұға өте керемет дұға. Жүніс пайғамбардың дұғасымен дұға қылу үлкен қабыл болуға, адамның дұғасы қабыл болуға себепші. Сондықтан ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Осы дұғаны айтып отырмыздар. ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Сол секілді дұғалар көп енді. Айта берсек, мынау бірінші жол қысқарады, жолын босқа кетпей, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, Аллахты ұлықтауға да қандай күшті, Алла ұлы деп, әлхамдулилля деп шүкіршілік етуіміз керек. Осы көріп отқан жарық күнге міне Алланың берген нығметі шексіз. Сол нығметтің бәріне әлхамдулиллах, әлхамдулиллах деп. Тәуба десең маған, тағы берем саған деп айтады екен Аллах Тағала. Кім көп тәуба етіп жүреді, берген нәрсеге тәуба десе, Алла шүкіршілік етіп, рахметін айтып, алғысын айтып, ризашылық білдірсе, Алла тағы да береді оған. Тәуба деп, Аллаға тәуба деп. Сол тәуба дегеніміз, шүкір дегеніміз, риза болғанымызда біз әлхамдулиллах деп жеткіземіз. Әлхамдулиллах, 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 әлхамдулиллах. Ал достар, мінекей Шортанды келіп қалдық, Шортандыға. Енді бүгінгі видеомызды осымен түсіріп аяқтайық. Бензин алу керек. Осыған дейін 730 салауат айттым. Міне қолымда тәспі бар. Қазір сіздерге жеке түсіріп көрсетем. Енді бұл 730 тек қана салауат. Ортасында салауат айтпай, истихфар, зікір, басқа дұғалар айтқанды жазған жоқпын. Есеп тартқан жоқпын тәспіге. Тек қана салауаттарды тартып отырдым, қанша салауат айтамын деп. Енді жаңағы басқа зікірлерді, басқа истихфар, дұғаларды қоспағанда тек қана салауат, 730 салауат айтыппын. Қазір сіздерге мынау тәспіні түсіріп көрсетем. Неке үйден шыққаннан Астанаға жақындап қалдық. 1 сағат жүрдік, 1 сағат астам. Сол уақытта 730 салауат айтылды мінекей. Ал енді достар, тіліміз салауатта болсын, біздің арнада болыңыздар, тіркеле кетіңіздер, лүпіл баса кетіңіздер, пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Амандықта болайық. Ассалаумағалейкум.